Қайырлы күн, болашақ магистрант. Бұл видео саған бүгін пайдалы болатыны анық. Видеоны соңына дейін көр. Видеода жалпы не айтылады? Магистратураға нөлден бастап қалай дайындалу керек? Магистратураның кезеңдері, Қазақстанда, яғни магистратура қай кезеңдерде болады, қай уақыттарда болады? Сіздерге толық ақпаратты осы видеода беретін боламыз. Жалпы біздің орталық жайлы айтып өтейік. Яғни біз жету білім беру орталығы, жету мастерс, біз республикалық деңгейде Қазақстан бойынша студенттерді бакалаврден кейін магистратураға грантқа түсіреміз. 2 жылға біз осы уақытқа дейін 7 жылдың ішінде 10 000 студентті грантқа түсірдік. Сізді де грантқа түсіруге көмектесе аламыз. Және біздің инстаграм парақшаға дәл қазір кірсеңіз, магистратурасында ең жиі кездесетін ағылшын тілінен 200 сұрақты беретін боламыз. Біздің инстаграм парақша тіркеліп қой. Жалпы Қазақстанда магистратураға түсудің артықшылықтары өте көп. Сіз магистратураға Қазақстанға түссеңіз, яғни грантқа, ай сайын стипендиясының өзі жоғары, яғни 107 000 теңге стипендия аласыз. Енді бұл артықшылықтардың барлығын мен келесі видеода толыққанды көрсеткім келеді. Біздің каналға міндетті түрде тіркеліп қой, келесі видео, яғни көру үшін. Ал қазір мен сізге магистратураның Қазақстандағы кезеңдерін айтамын. Қазақстан бойынша магистратураға грантқа түсу үшін сізде негізі 2 таңдау бар. Яғни ол қандай таңдау? Яғни ғылыми педагогикалық және бейінді магистратура болып 2-ге бөлінеді. Айырмашылығы неде? Ғылыми магистратура 2 жыл оқисыз, әрі қарай сіз универде де сабақ бере аласыз, және докторантураға да грантқа түсе аласыз. Және де ғылыми магистратурада грант саны әлде қайда көп, яғни 12 500 грант бөлінеді жыл сайын ғылыми магистратура бойынша. Және де толық 5 пәннен тест тапсыратын боласыз. Ал бейінді магистратура ол 1-1,5 жыл универде сабақ бере алмайсыз. Гранттар саны өте аз, жылына 500-ақ грант бөлінуі мүмкін, оның өзі 152 мамандықтан бөлінеді 500 грант. Ал ғылыми педагогикалық бағытта 12 500 грант дедім, яғни көп студенттер осы ғылыми педагогикалық бағытты таңдайтын болады. Мен де сізге айтатын едім, егер де сіз ары қарайда мысалы жұмыспен қатар универде де сабақ бергіңіз келсе, осы ғылыми педагогикалық бағытты таңдасаңыз болады. Яғни осы бағытта көбірек грант бөлінеді Қазақстан бойынша, және мүмкіндіктері де жоғары. Енді жалпы магистратура мен қанша пәннен тест тапсырамын? Магистратура бойынша сіз ғылыми педагогикалық бағытты таңдасаңыз, толық 5 пәннен тапсырасыз. Ол қандай пән? Яғни ағылшын тілі ең негізгі пәндеріңіздің бірі. Ағылшын тілінен 50 сұрақ келеді. Шекті балл 25 баллды жинауыңыз керек. Екінші ТУГО. ТУГО дегеніміз не? Сіздің оқу деңгейіңізді анықтайтын тест. Яғни аналитикалық ойлау, критикалық ойлау. Бұл сіздің негізгі тапсыратын пәніңіз. Яғни ағылшын тілі мен ТУГОны барлық ғылыми педагогикалық бағытта тапсыратын болашақ магистранттардың барлығы тапсырады. Ал қалған 2 спецпән, ол бізде өзіңіздің спецпәндеріңіз, яғни бірінші спецпән, екінші спецпән, таңдау пәндеріңіз айтады. Яғни осы 5 пән бойынша сіздер магистратураға тапсыратын боласыздар. Ал бейінді магистратура бойынша сіз тек қана өзіңіздің 2 спецпәніңізден ғана тапсырасыз. Оның біреуінен 30 сұрақ келеді, екіншісінен 20 сұрақ келеді. Магистратурада жалпы 130 сұрақ келеді, жаңа ағылшын тілінен, ТУГОдан және де 2 спецпәніңізден. Жалпы ең жоғары балл 150 балл. Яғни бірінші спецпәннен сізге 30 сұрақ келеді, екінші спецпәннен 20 сұрақ келеді. Ал екінші спецпәннен сізде яғни 2 жауапты, 3 жауапты дұрыс варианттар болады. Сіз яғни сол бойынша ол жақтан 40 балл ала аласыз. Әр пәннің өзінің шекті балл бар. Мысалы, ағылшын тілінен 50 баллдың 25 баллын жинауыңыз керексіз. ТУГОдан 7 балл жинауыңыз керексіз. Оқу сауаттылығы мен математикалық сауаттылық дейді, қазір түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Сіздердің аналитикалық ойлау, критикалық ойлау деген не деп, яғни 11-ші сыныпта тапсырғандай, бірақ ол күрделі болып келеді. 11-ші сыныптағыдай болып келмейді магистратурада. Ал екінші өздеріңіздің 2 спецпәніңізден, бірінші пәннен 30 сұрақ келеді, оның барлығы 1 балл береді, яғни 1 жауапты. Ал екінші спецпәннен сіздерге 20 сұрақ келеді. 20 сұрақтан жаңағыдай 2 вариантты, 3 вариантты көп жауапты, яғни белгілейтін боласыздар. Яғни магистратураның жалпы кезеңдері осылай. Магистратураны қай кезеңдерде тапсырамыз? Магистратура, жазғы магистратура және қыста да тапсырсаңыз болады. Яғни бізге ең бірінші дайындалу керек ол жазғы магистратура. Жазғы магистратурада жыл сайын 12 500, яғни 12 700 сондай гранттар бөлінеді. Ал жазғы магистратураның уақыты шілденің аяғы мен тамыз айының басында болады. Яғни шілденің 20-ларынан бастап тамыздың 10-на дейін. Яғни сол уақыт аралықта жалпы Қазақстан бойынша барлық студенттер тест тапсырады.
Тестті қай жерде тапсырамыз? YouStudy деген орталық бар. Біз жыл сайын мысалы студенттерімізді сол YouStudy орталығына офлайн түрде барып, яғни бізде офлайн оқыған студенттерге тапсырамыз. Ал онлайн түрде біз яғни барлығына бір пробный студенттердің барлығына яғни мүмкіндік береміз. Яғни олар тестте 5 пәннен дайындықтарын көру керек. Ол тест қай уақытта өтеді мысалы бізде? Яғни тестке 10 күн қалған кезде, 12 күн қалған кезде барлық студенттерімізге бір пробный тест тапсыртамыз. Магистратураға түсу үшін маңызды даталар, яғни күндер бар. Ол қандай күндер? Яғни 1 маусым мен 8 шілде аралығында сіздер тестке өтініш бере аласыздар. Жаңағы ғылыми бақты таңдайсыздар ма, әлде бейінді бақты таңдайсыздар ма? Осы бойынша сіздер тестке өтініш бересіздер. Ал екінші, яғни тестілеудің күні, яғни мен қай күні барып тестке тапсырамын? Яғни 13 шілде күні шығады жыл сайын. Ал екінші, бізде тест 20 шілде мен 10 тамыз аралығында өтеді. Жалпы магистратура тесті. Яғни бұл маңызды күндерді міндетті түрде жаттап алыңыз, өйткені сізге тестке толық түрде дайындалу үшін жаңағыдай уақытты жіберіп алмау керек. Енді мынандай сұрақ болуы мүмкін, сіздерге дайындықты неден бастау керек? Енді көп студенттер магистратурада ағылшын тілінен қиналады, оны мойындау керек. Біз 7 жыл бойы көріп келе жатырмыз, бізге тіркелетін студенттердің барлығы келген кезде ағылшын тілі бастапқы, beginner немесе elementary сондай болып келеді. Ал ондай деңгейде негізі магистратура тестіне дайындала аласыздар, 0-ден бастап. Бірақ оған да белгілі бір көлемде, яғни уақыт керек. Жалпы магистратурада нақты ағылшын тілінен келетін 32 тақырып бар. Бізде, яғни сол бойынша дайындық жүреді. Яғни сіз сол 32 тақырыпты білсеңіз, міндетті түрде тесттен жоғары балл жинайсыз. Және де айтып өтейін, ағылшын тілі 3 бөлімнен тұрады. Ол listening, reading және бізде лексика, грамматика. Listening мен reading 16 сұрақтан келеді, ал бізде лексика, грамматикадан 18 сұрақ келеді. Сондықтан да ағылшын тілінен дайындықты ертерек бастағандарыңыз дұрыс. Өйткені кейбір адамдарда тек қана мектептегі база қалып кеткен, ал кейбіреуінде жаңағы listeningнен нашар болуыңыз мүмкін, readingнен нашар болуыңыз мүмкін дегендей. Сондықтан да жүйелі түрде дайындықты, сізде ағылшын деңгейіңіз бастапқы болса, міндетті түрде дайындықты ерте бастау керек. Яғни сіз сонда жаңағыдай сұрақтарға өте жоғары балл жинап, 50-дің 45-іне дейін жинауыңыз мүмкіндігіңіз, яғни жоғары. Жалпы бөлінген гранттарды магистратура бойынша біз қайдан біле аламыз? Әрине, ұлттық тестілеу орталығы арнайы, яғни майдың 17-леріне, 18-леріне, майдың ортасына, яғни барлық гранттар тізімін шығарады. Яғни ғылыми педагогикалық бағытта, бейінді магистратурада, жалпы магистратурада 152 мамандық бар, 152 мамандық бойынша барлық гранттар тізімін жариялайтын болады. Және де біз оны өзіміздің Instagram парақшамызға да жариялаймыз, сондықтан да біздің Instagram парақшаға тіркелуді ұмытпа. Дәл қазір тіркелсең, біз саған магистратурада ең жиі келетін 200 сұрақты береміз, сондықтан да міндетті түрде тіркеліп, бонус деп жазып, өз бонусыңды ал. Және де дайындықты кеш бастап, үлгере алмай, жаңағыдай өзіңізге сенбей, шпор алып кіруге болмайды. Магистратурада телефон, барлығына қатаң түрде тыйым салынған. бір жыл бойы сіз тест тапсыра алмайсыз. Сондықтан да міндетті түрде дайындықты ертерек бастағаныңыз дұрыс, шпорға, телефонға, немесе қолыңызға бір формулалар жазып, ондай болып кірмеңіз. Өйткені сіздің алдыңызда жан-жақтан камера тұрады, сондықтан да оның барлығы бекер. Міндетті түрде өздеріңізге сеніңіздер. Абай атамыз айтады ғой, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деп. Сондықтан да өздеріңізге сеніңіздер. Ағылшын тілі деңгейлеріңіз төмен болса да, яғни бастапқы болса да, сіздер бір айдың ішінде магистратура тестінен 0-ден бастап дайындала аласыздар. Яғни УТО бекіткен, ұлттық тестілеу орталығы бекіткен нақты тақырыптармен дайындалсаңыздар жеткілікті. Тестілеу уақыты қанша минут? Яғни егерде сіз ғылыми педагогикалық бағытты таңдайтын болсаңыз, 3 сағат 55 минут береді сізге 5 пәннен толыққанда. Ал егерде сіз бейінді магистратураны таңдайтын болсаңыз, сізге 1 сағат 40 минут уақыт береді. Магистратураға грантқа өтініш беру қай уақытта басталады? Ол 10 тамыздан кейін ашылатын болады. Магистратураға грантқа өтініш беру. Ол кезде біз грантқа өтініш беру үшін қанша балл жинауымыз керекпіз? Бізде проходной балл бізде 75. Жаңағы әр пәннің өзінің проходной баллында жинау керек, шекті баллын. Яғни егер сізде 116 балл болып, сіз ағылшын тілінен 24 балл жинап қалсаңыз, сіз грантқа өтініш бере алмайсыз. Яғни сондықтан да әр пәннің шектік баллы өте маңызды грантқа өтініш беру үшін.
Енді тест тапсырып болғаннан кейін 10 тамыздан кейін, яғни 15 тамызға дейін 5 күннің ішінде грантқа өтініш беру болады. Жыл сайын грантқа өтініш беруде нені ескеру керек? Яғни универ таңдаудан қателеспеу керек. Яғни әр универге қай мамандықтарға қанша грант бөлінгені барлығы шығады. Сол бойынша грантқа өтініш беру керексіздер. Грантқа өтініш беру 3 универ бойынша болады, жалпы конкурс болады және квота болады. Яғни квота дегеніміз не? Айырмашылығы қандай? Ауылға барып отработка өткізу керек пе? Жоқ, олай емес. Квотаның айырмашылығы, егер де сіз квота арқылы сол универге грантқа түссеңіз, яғни сол оқып жүрген кезде басқа универге грантқа түсе алмайсыз. Айырмашылығы тек сонда. Және де бірінші жалпы конкурс бойынша сіз ең бірінші жалпы конкурс бойынша қатысасыз, ал екінші таңдау сізде квота жалпы конкурс және үшінші таңдауда квота жалпы конкурс ретінде таңдасаңыз болады. Квота қай универлерге бөлінгенін біз жаңа айтқандай, яғни гранттар қай универлерге квота бөлінгені, қай универлерге жалпы конкурс арқылы бөлінгенің барлығы, яғни тізімін тест-центр орталығы шығаратын болады. Сол бойынша грантқа өтініш бере аласыздар. Сіздерде енді мынандай сұрақ болуы мүмкін: грант квота бойынша бірінші таңдалама немесе жалпы конкурс бойынша ма деп. Ең бірінші, яғни сіздердің бірінші таңдауларыңыз жалпы конкурс бойынша таңдалады, ал екінші таңдау бізде квота жалпы конкурс қой, яғни ең бірінші квота арқылы сіздер грантқа түсесіздер. Үшінші таңдауда да квота ойнайды, яғни бірінші квота арқылы грантқа түсесіздер. Егер де мен ағылшын тілін тапсырғым келмейді, ағылшын тілін бастапқы, кейбір адамдар қалай ағылшын тілін тапсырмауға болады дегенде айтады да, ағылшын тілін тапсырмауыз үшін сізге, яғни шет тілін растайтын халықаралық деңгейдегі сертификат керек. Ол сертификаттардың бірі бізде IELTS. Яғни сізде егер де IELTS 6 болса, автоматты түрде 25 балл қойылады сізге ағылшын тілінен. Яғни 50 баллдың шекті балл 25 баллын аласыз. Ал егер де сізде IELTS 6-5 болатын болса, сізге 30 балл қойылады автоматты түрде. Ал IELTS 7 болатын болса, сізге 40 балл қойылады. Ал IELTS 7-5 болатын болса, сізге 45 балл қойылады. Ал IELTS 8 болса, сіз 50-50, яғни толыққанды автоматты түрде, яғни ең жоғары балды жинап шығатын боласыз. Егер де сіздің деңгейіңіз бастапқы болатын болса, негізі магистратурада ағылшын тілінен нақты келетін 32 тақырып бар. Яғни сол 32 тақырыпты меңгерсеңіз жеткілікті. Нақты фишкаларын, тестте қалай келеді, қандай сұрақтар шатастырылып келеді, соны біліп алып, яғни толыққанды дайындалсаңыз, сіз негізі 35 плюс жинауға мүмкіндігіңіз бар, егер де бастапқы деңгей болғанның өзінде. Және де магистратураға грантқа түсудің тағы бір артықшылығын осы жерде айтып өтейін. Егер де сіз бакалаврды грантта оқып, бакалаврдан кейін сізді әрине отработка күтеді. Егер де отработканы өтеу үшін сіз магистратураға грантқа түссеңіз де болады. Яғни отработка толығымен жойылатын болады. Сондықтан да магистратураға дәл қазірден бастап, нөлден бастап дайындалыңыз. Біз сізді күтеміз. Жету Мастерс біздің Instagram парақшаға, яғни дайректке өз нөміріңізді қалдырсаңыз, біздің арнайы эксперт кураторлар сізге толық ақпарат беріп, сіздің деңгейіңізді анықтап, сол бойынша дайын, яғни оқу жоспарыңызды да береміз. Нөлден бастап магистратураға дайындалыңыз келсе, Жету Мастерспен бірге грантқа түсіңіз.